Біздің өзіміздің колледж туралы мен сіздерге кішкене айта кетейін. Бұл негізі 1989 жылы құрылған колледж. Бұл жерде қазір 8 мамандық бойынша, 11 біліктілік бойынша балалар жаңағы мамандық алып жатыр, білім алып жатыр, дипломдарын алып кетіп жатыр. Көптеген жаңа мүмкіндіктері бар. Мемлекеттен бөлінген көптеген мемлекеттік жаңа мүмкіндіктері бар. Балалар стипендия алады, бұл жерде тамақ ішеді, көптеген жағдайлар жасалған. Өзіміздің жатақханамыз бар. Соған байланысты бұл енді біздің Шу аудандағы тура ортан белде тұрған, Төле би мен Шудың ортасында орналасқан үлкен тарихы терең колледж. Сол себепті біз мынау біздің облыс бойынша Жамбыл облысында жаңағы 10 аудан бір қала бар ғой. Сол 10 ауданның ішіндегі ең негізгі осы Шу ауданы ауыл шаруашылыққа бағытталған аудан, оны білесіздер. Жалпы осы Шу ауданда ауыл шаруашылығы үлкен терең маңыз алған, шаруашылыққа көп көңіл аударылған, көп жұмыстар атқарылып жатыр. Сол себепті бізде осы ауыл шаруашылық мамандығы колледжде меңгеріледі. Балалар осы жерден жаңағы сварка, балаларға қатысты, содан кейін жаңағы механизатор ауыл шаруашылық бойынша сондай мамандықтарды алып жатыр. Енді мынау қызылша жерге қатысты айтатыным, енді мына сізге көптен көп рахмет. Осы бүгінгі күні осындай семинарды мынау сіздер ұйымдастырып жатсыздар. Бұл деген мен ойлаймын, әр адамның жаңағы несіне жету керек, деңгейіне жету керек, әр ауылға жету керек. Бұл тақырып жаңа қызылшамен айналысу туралы және әр отбасына жету керек деп ойлаймын. Себебі біз көп назар аудармаймыз. Биылғы жылы бізде осы қызылша жермен келісім шартқа отырып, меморандум жасап, договорға отырып, колледждің 2 баласын Турцияға оқуға жіберді. 4 жылға. Бұл үлкен жетістік деп ойлаймын. Ол бір балаға деген әжептәуір қаражат қойылады. Олар 4 жыл жақтан білім алады. Ата-аналары сондай бір қуанышпен балаларын жіберді. Оның өзі қызылша жердің бізге жасап жатқан үлкен мүмкіншілігі. Ол әрбір азаматқа беріле беретін мүмкіндік. Сосын енді бұл кісілер бізге тағы да осындай бір сұраныстармен келді. Бізге негізі көп келеді, шахтадан келіп жатыр, химпарктен келген болатын. Қызылша жер енді ең негізгі идеальный компания болды. Өйткені бұл кісілер келді де жаңағы меморандум отырып, договор жасап, өз қызметтерін бастап кетті. Бүгінгі күні бізге жаңағы мамандық ашуға бұл кісілер сұраныс тастады. Агрономиямен 2 мамандыққа сұраныс тастаған. Оның біреуін біз аша алмаймыз, өйткені оны университеттерде оқыту керек. Біздің оған ешқандай құқымыз жоқ. Енді агрономия деген мамандықты біз Алла қаласа ол мамандықты ашуға жұмыс жасап жатырмыз. Қызылша жер компаниясына жаңағы орналасқан жерін өздеріңіз білесіздер, Белбасардан артаман орналасқан, енді осы ауылдың азаматтары біледі. Ол жерге мен өзім бір 4-5 мәрте бардым десем өтірік айтпаймын. Өйткені барып көзіммен көрдім, базаларын көрдім, техникаларын көрдім, бар жағдайларын көрдім. Кәдімгі тіршілік қой, ол жерде жұмыс жүріп жатқан, қайнап жатқан жұмыс, істелініп жатқан жұмыс. Біздің жалпы мынау әрбір ата-ана бүйтіп ойлайды да балаларын. Менің балам қызмет істеу керек, менің балам жаңағы сот болу керек, юрист болу керек деген сияқты. Жоқ, мен ойлаймын, егерде бала өзінің жаңа мамандығын кішкентайдан бастаса, одан бір жақсы маман есі шығатын шығар деп. Мысалы, ол жерде қаншама трактористер жүр, қаншама жұмысшылар жүр. Біз өзіміз осы колледждегі трактористеріміз де бар, бізде барлығы бар. Сол кісілер барып көрді ол жердің жағдайын. Сондай бір мен ойлаймын, онда іспен айналысқан адамдар өкінбейтін шығар деп. Өйткені ол кісілердің бүйтіп қарап отырсам өте перспективный, жоғары деңгейде ұйымдастырылған жұмыстары, кәдімгі жұмыс жүріп жатқан тыныс тіршілік екен. Сол себепті ол кісілермен бірге жұмыс жасайық деп естіген. Енді біз осы ауданның колледжі болғандықтан бізге осы ауылдың балаларының барлығы осы жерге білім алуға келеді. Бұл тақырып, мынау қызылша деген тақырып енді ол уже біраз жыл болды айтылып келе жатқанына. Әр ауылдың жаңағы тыныс тіршілігіне жету керек сияқты мне кажется, өйткені жаңағы ауылдың әкімдері бар, мысалы жұмыс жасап жатыр ғой, барлығы да түсіндіріп. Сонда балаларын оқуға әкелген кезде қай жаққа оқуға апарса да түсіндіріп балаға, ол қандай ертең жұмысшы болып шығады, қандай азамат болып шығады. Біздің балаларға мысалы өстіп жерден мынадан оқудан жіберген кезде әбден тексерді, әбден сұрақтар қойды, сөйтіп барып жіберді. Сөйтті де айтты, мына 4 жыл оқисыңдар, келесіңдер, галстукпен келесіңдер де келіп айлық алып отырасыңдар жұмысқа деді. Сөйтіп сондай жағдаймен балалар кетті. Сол себепті мен ойлаймын, әрбір ауылға жету керек бұл тақырып, әрбір балаға жету керек. Мысалы мен байқап отырмын, осы жерде әкімдер де отыр ғой. Енді жұмыс жасап жатсыздар, бірақ та соны терең мүмкін жеткізу керек шығар ата-анаға, әрбір ата-ана білу керек шығар оның. Қой қызылшада жұмыс істемейді, анамына деп жаңағындай өздерінің ойлары сондай болады, бірақ та оны терең үңілсеңіздер, оның астарында үлкен терең дүние жатыр. Енді біз оны қазір бағыттамасақ, ата-ана бағыттамаса, ауылдың адамдары, ауылдың азаматтары бағыттамаса, оны енді басқа сырттан келіп ешкім бағыттамайды деп ойлаймын мен.
сол себепті мынау жақсын жаңағы сыртқа жібермейік дейді ғой. Сол үшін мынандай үлкен мүмкіншілік біздің ауданға келіп тұр. Бұл енді каждый ауданда болып жатқан дүние емес. Кеше ғана күні осы маған мынау шахтадан келіп кетті. Мынау ар жақта орналасқан ғой, Чкаловтан ары білесіздер. Осында қандай мамандықтар ашып бере аласыздар тау-кен деп. Одан Химпарктан келеді. Осы жерден біздің Шу-ауданда да орналасып жатқан жаңағы сондай ірі жұмыс істеліп жатқан жерлердің барлығы біздің алдымызға келеді. Біз енді ол кісілерге міндетті түрде шама шарқымыз келгенше, бізде енді мысалы лицензия алу туралы бар, ол база деген бар. Қазір біз бұл кісілерге агрономия мамандығын ашамыз. Агрономия мамандығын ашпастан бұрын бұл кісілер бізге баланың практика өтетін жерін қамтамасыз етеді. Біз тек қана теориялық бермейміз ғой білімді. Ол бала мысалы 2 сабақ оқса, 2 сабақ практикадан өту керек. Осы жердегі барлық өтіп жатқан мамандықтардың барлығының практикалық жұмыстары осы жерде бар. Мысалы бізде шаштараз бар, швейный бар, сварка бар, жаңағы аспаз бар, наубай бар, олардың практикасын бәрі балалар осы жерде өтеді. Бала білім алғанда теориямен жаңағы практикадан болады ғой. Семинарда өтеді ғой, барлықтарыңыз жаңағы жоғарғы оқу білім бітіргенсіздер, аяқтағансыздар. Сонда практикадан міндетті түрде өту керек бала. Практиканы өткеннен кейін барып олар қарай жұмыс істей алады ғой. Ол бала түсіну керек қой, қайда бара жатқанын, қандай жұмыс істейтінін қолымен ұстап көру керек. Құрметті қонақтар, мен негізгі айтайын дегенім осы. Қандай да сұрақтарыңыз болса, жауап беруге дайынмын. Енді болашағы зор деп ойлаймын бұл Қызылша компанияның, Қызылша жердің. Біз өте қуандық, біз коллективімізбен қоса қуандық. Өткенде ғана осы жерде бізде құзыреттілік ашылған болатын. Жаңа ол жерде құзыреттілік деген ол мамандықтың жаңа жұмыс істейді, токер бәрі бар. Сол себепті сол кезде біз шақырдық, осы Қызылша жердің представителі Әлімжан қатысты, біраз қонақтар болды, ауданның әкімдері бәрі көрді ол жердің тыныс-тіршілігін. Сол себепті біздің де мына алдымызға қойған мақсатымыз үлкен, зор. Біз де осы қандай да болса осындай кәсіпорын болса, соның мамандығымыз шығарып беруге, сол мамандыққа лицензия алуға, соған маман шығаруға дайынбыз. Енді біз қуандық, кеше күні мына шахтаның да представителері келіп кетті мысалы. Сондай жұмыстар. Енді ол жақсы ғой, ауылға, біздің ауданға үлкен мүмкіндіктер бұның барлығы. Соны біз дұрыс жеткізе беруіміз керек әрбір азаматқа. Мен сіздерге айтайын дегенім осы. Енді мен өзім тарихшымын, бұл колледждің көп болды жұмыс жасап жатқаныма. Жалпы терең нәрселерді түсіндіре беруге кішкене уақытты ұстаймын сіздердікін. Сол себепті рахмет назар қойғандарыңызға. Тағы да сұрақтарымыз бар. Жеке ана-мынау проблемаңыз болса, пожалуйста, мен есігім сіздерге әрдайым ашық. Рахмет.